Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Барлығына сәлем. Бүгін мен саған түрмедегі бір хикаяны айтып беремін. Бір тарау, тозақтың ауасы және жаңа заманның бұлаттары. Қаланың қақ ортасында орналасқан, сыртынан қарағанда сұрқай ғана көрінетін қалалық тергеу изоляторының СИЗО іші мүлдем бөлек әлем. Бұл жерде уақыт тоқтап қалғандай. Ауасы темекі түтініне, терге, ескірген шүберек пен үмітсіздіктің иісіне әбден сіңген. 415 камера осы түрмедегі ең қатал, ең атақты хаталардың бірі. 10 адамға арналған камерада қазір 20-дан астам тұтқын қамалып жатыр. Темір керуеттердің, наралардың екі ярусы да толы, жаңадан келгендер мен мәртебесі төмендер цемент еденде жұқа матрастардың үстінде отыр. Камераның бұрышындағы ең жақсы, жарық түсіп тұрған төменгі орында, төрде, бұл хатаның қараушысы, смотрящий, Руслан отыр. Лақап Кобра. Жасы 30-дан енді асқан, спорттық дене бітімі бар, денесі түгелдей мағынасыз, заманауи татуировкаларға толған жігіт. Ол түрмеге қарақшылық және бопсалау бабымен түскен. Ол ескі заманның ұрылар ұғымын, воровский понятие, сыйламайтын, тек күш пен ақшаға сенетін жаңа буынның өкілі еді. Оның қасында өзінің екі жандайшабы қарулы бұлшықеттермен мақтанатын Мақсат, Бұқа және қулығына құрық бойламайтын Кекеш Тимур түлкі шай ішіп отыр. «Әй, жаңағы коммерсант не болды? Ақшасын аударды ма?» деді Руслан темір кружкадан ашы қара шайды, чиферді ұрттап. «Иә, Кобра. Әйелі таңертең біздің жігіттердің картасына 500 мың салыпты. Бірақ ол әлі де қорқып отыр, бұрышта жылап жатыр» деп қарқылдап күлді Мақсат, камераның бұрышында бет аузы көгеріп, бүк түсіп жатқан бейшара жігітті нұсқап. Руслан миығынан күлді. Ол өзін осы кішкентай темір қапастың құдайындай сезінетін. Оның сөзі заң, оның көңіл күйі басқалардың тағдыры еді. Бұл камераға кірген кез келген адамды олар алдымен психологиялық түрде сындырып, сосын ақшасын сорып, ең соңында төменгі кастаға параши жіберетін. Олар бұл жүйенің ешқашан бұзылмайтынына сенімді еді. Бірақ олар өздерінің осы күндері аяқталуға жақын екенін әлі білген жоқ. Екі тарау, темір есіктің сылдыры және күтпеген қонақ. Кенеттен дәлізден ауыр етіктердің тарсылы және кілттердің сылдырлаған даусы естілді. Камера ішіндегі гуіл бірден сап тыйылды. Бәрі темір есікке қарады. Сырт, шарқ. Ауыр темір есік сықырлай ашылды. Есік алдында тұрған күзетші, прапорщик, ішке қарай біреуді итеріп жіберді де. «Қабылдаңдар, жаңа тұтқын», деп бақырды. Есік қайтадан тарс жабылып құлыптанды. Барлық 20 жұп көз жаңадан келген адамға қадалды. Русланның жігіттері кезекті майлы жілік ақшасы бар құрбан келді ме деп үміттенген еді. Бірақ табалдырықта тұрған адам олардың күткеніне мүлдем ұқсамайтын. Бұл жасы 70-тер шамасындағы, бойы орташадан төмен, сәл еңкіш тартқан шал еді. Үстінде кеңес заманынан қалғандай көнеті сұр пальто, басында қарапайым жүннен тоқылған телпек. Оның көздері қалың, ескі көзілдіріктің артында жасырынған. Қолындағы кішкентай ғана кенеп тряпочный сөмкесінен басқа ештеңесі жоқ. Ол сырттай қарағанда өмірінде шыбын өлтіріп көрмеген зейнеткер мұғалімге немесе қарапайым ауыл шалына ұқсайтын. Оның жүзінде ешқандай қорқынышта, үрей де жоқ, жай ғана қажығандық пен шаршау байқалатын. Бұл қарияның аты Қасым еді. Ол айналасына ақырын ғана көз жүгіртіп өтті. 20 шақты қылмыскер оны аш қасқырлардай айнала қоршап, бастан аяқ сүзіп шықты. «Мә, саған. Бұл не деген балабақша? Менттерге не болған? Енді пескоблоктарды, кәрілерді бізге лақтыратын болған ба?» деп Кекеш Тимур бірінші болып үн қатты. Камера іші ду күлді. Қасым шал олардың күлкісіне де, сөздеріне де мән берген жоқ. Ол есік алдындағы резеңке кілемшеге аяғын сүртті де үнсіз тұра берді. Бұл үнсіздік камерадағы жас бұзақылардың шамына тие бастады. Түрме заңы бойынша жаңадан келген адам сәлемдесіп өзін таныстыруы керек. Ал мына шал өзін бейне бір өз үйіне келгендей ұстап тұр. 3 тарау, прописка, түрмедегі тексеріс. Руслан төрдегі орнынан қозғалған жоқ. Ол көзімен Мақсатқа барып тексер дегендей ишарат жасады.
Бойы 2 метрге жуық, салмағы 100 келіден асатын дәу Мақсат қарияға қарай аюдай қорбаңдап жақындады. Ол қарияның дәл алдына келіп, оған жоғарыдан төмен қарады. Оның көлеңкесі қарияны толығымен жауып қалған еді. «Ей, бабай, сен не, тіліңді жұтып қойдың ба?» деді Мақсат қатерлі дауыспен. Шалдың иығынан саусағымен түртіп. «Бұл саған қарттар үйі емес. Мұнда кіргенде алдымен хатаға, қараушыларға сәлем береді. Кімсің? Қай баппен кірдің?» Қасым шал көзілдірігін ортаңғы саусағымен сәл көтеріп қойып, Мақсатқа қадала қарады. Оның көздерінде ешқандай үрейдің жоқтығы Мақсатты бір сәтке абдыратып тастады. «Сәлем бердік, жігіттер. Жолдарың болсын», деді қария өте сабырлы, бірақ қарлығыңқы, терең дауыспен. Бұл дауыста әлдебір түсініксіз күш пен салмақ бар еді. Бірақ бұзақылар оны байқайтындай ақылды емес болатын. «Атым Қасым, бабым сендерге қызық болмас». Мақсат мысқылдап күліп жіберді. «Маған қара, шал. Сенің не үшін отырғаның бізге қызық. Мүмкін сен педофил шығарсың. Мүмкін алаяқ шығарсың. Қазір біз сенің сөмкеңді қараймыз, сосын саған орныңды көрсетеміз. Бер сөмкеңді». Ол шалдың қолындағы ескі сөмкеге жармаспақ болды. Бірақ дәл осы кезде таңқаларлық жағдай орын алды. Қасым шал сөмке ұстаған қолын сәл артқа тартып, екінші қолымен Мақсаттың білегінен шап беріп ұстады. Шалдың саусақтары сырттай сүйек пен теріден ғана тұратындай көрінгенімен, оның ұстамы, хватка, темір қысқыштай, тиски, қатты еді. Мақсаттың дәу білегі шалдың қолында қалт етпей қатып қалды. Ол жұлқынып қашпақ болды, бірақ шал оны жібермеді. «Бөгде адамның затына рұқсатсыз тиісу жақсы әдет емес, балам», деді Қасым шал даусын бір тонға да көтермей. Бірақ осы сөздер камераның ішіндегі ауаны мұздатып жібергендей болды. Мақсаттың беті қызарып кетті. Ол 20 адамның алдында бір кәрі шалдың оның қолын ұстап жібермей тұрғанына қатты намыстанды. Ол екінші жұдырығын түйіп шалды ұрып жібермекші болды. «Тоқта, бұқа!» деген Русланның бұйрықты дауысы естілді. 4 тарау, шушканик және қорлауға бұйрық. Мақсат жұдырығын түсіріп шегінді. Руслан өз орнынан баяу тұрып қарияға қарай жақындады. Ол бұл шалдың жай ғана қателікпен түскен момын еместігін, оның бойында әлдебір шиеленіс бар екенін сезді. Бірақ Руслан өзінің тәкаппарлығынан аса алмады. Бұл хатада тек оның сөзі жүруі тиіс. Кез келген қарсылық түбірімен жойылуы керек. «Жарайды, бабай. Сен өзіңді өте батыл сезінеді екенсің», деді Руслан оның көзіне тіке қарап. «Бірақ мұнда сенің ережелерің жүрмейді. Сен менің жігітіме қол көтердің. Бұл үшін бізде жауап береді. Сенің кім екенің, қанша жаста екенің маған бәрібір. Сен маған сөмкеңді бермедің, демек сен бізді, яғни братваның үлесін сыйламағаның». Руслан бөлменің бұрышына ашық дәретхана, параша орналасқан жаққа нұсқады. Бұл түрмедегі ең қорлық, ең төменгі орын шынарлар мен опушенылар, қорланғандар жататын жер еді. «Көрдің бе ана бұрышты?» деді Руслан қатыгездікпен күліп. «Сенің орның сол жерде. Бар да сол жерге жат. Бүгіннен бастап хатаның дәретханасын сен жуасың. Егер бір сөз қарсы айтсаң, жігіттер сенің кәрі сүйектеріңді осы цементтің үстінде шашып тастайды. Түсіндің бе?» Камерадағы қалған тұтқындар демдерін ішіне тартты. Олар Русланның қатыгездігін білетін. Бірақ жасы 70-ке келген қарияны парашаға жіберу, бұл тіпті түрмедегі қарапайым адамгершілікке де жатпайтын шектен шыққандық еді. Алайда ешкім қарсы сөз айтуға батылы бармады. Бәрі Қасым шалдың сынғанын, басын төмен салып, бұрышқа қарай сүйретіліп кеткенін күтті. 5 тарау, көзқарас, оянған аждаһа. Қасым шал Русланның нұсқаған жеріне бір рет қарады. Сосын басын баяу бұрып, Русланға тіктелді. Ол көзілдірігін шешіп, пальтосының қалтасына салды. Дәл осы кезде Руслан шалдың нағыз көздерін көрді. Бұл зейнеткердің көздері емес еді. Бұл мыңдаған өлімді көрген, тозақтың 7 қабатынан өткен, мейірім мен қорқыныш деген сезімдерден баяғыда жұрдай болған нағыз жыртқыштың, ажаханың көздері еді. Оның жанарынан сондай бір суық ызғар соқты десеңізші, Русланның бойынан ток ұрғандай селт ете түсті. Бұл көзқарас пышақтан да өткір, оқтан да ауыр болатын.
Қасым шал алға қарай бір қадам жасады. Оның еңкіш арқасы бірден тіктелді, бойы биіктеп кеткендей көрінді. Ол Русланға өте жақын келіп, оның көзіне тесіле қарап тұрып былай деді: "Ол орын маған тиесілі емес, балақай. Бұл өмірде кімнің қайда отыратынын, кімнің кімді жуатынын мен осыдан 40 жыл бұрын шешіп қойғам. Сен әлі бесікте жатқанда мен бұл қабырғалардың заңын өз қаныммен жазғам." Русланның іші қалтырап кетті. Оның инстинкті қаш деп айқайлап тұрса да, 20 адамның алдында шегіну өліммен тең еді. "Сен не оттап тұрсың, шал? Мені қорқытам деп ойлайсың ба? Мақсат, сындырыңдар мынаны!" деп бақырды Руслан, үрейін ашумен жауып. Мақсат пен Тимур қарияға қарай атылды. Мақсат қолындағы темір кружкамен шалдың басынан ұрмақшы болып замақ жасады. Қария орнынан тапжылған жоқ. Ол тек пальтосының жеңін сәл түріп жіберді. Дәл осы сәтте оның кәрі, қыртыстанған білегінен көкшіл татуировка жарқ етті. Бұл қарапайым сурет емес еді. Бұл 8 бұрышты жұлдыз, Воровская звезда, және оның ортасына шаншылған қанжардың бейнесі бүкіл криминалдық әлемде тек ең жоғарғы, ең қасиетті статусқа ие заңдағы ұрылардың, вор в законе, тәжісіз патшаларына ғана тән табылатын. Және бұл таңбаның астында кириллицамен емес, ескі латын қарпімен ақсүйек аристократ деп жазылған еді. Мақсаттың қолындағы темір кружка гүрсілдеп еденге түсті. Оның көздері аларып, тамағына кесек тұрып қалды. Русланның да көзі әлгі татуировкаға түскенде, оның бүкіл тәкаппарлығы бір секундта күл-талқан болып ұшты. Олардың алдында жай ғана қария емес, 90-шы жылдары бүкіл ТМД-ның қылмыстық әлемін тітіреткен тірі аңыз Темір Қасым лақабатымен белгілі бас көшбасшы тұр еді. Бұл адамның атын айтудың өзі түрмеде үлкен құрмет саналатын, ал оған қол көтеру кешірілмес өлім жазасы еді. Бір тарау, тасқа соғылған үрей. Құлаған бұқа. Камера ішіндегі тыныштық құлақ тұндырарлықтай ауыр еді. Тіпті дәліздегі күзетшілердің аяқ киімінің сылдыры да естілмей қалғандай. 20 тұтқынның барлығының назары Қасым шалдың білегіндегі көкшіл таңбаға 8 бұрышты жұлдызға қадалған. Бұл жай ғана сурет емес, бұл қылмыстық әлемнің ең жоғарғы қол жетпес шыңының паспорты болатын. Бойы 2 метрлік дәу Мақсаттың, бұқаның қолындағы темір кружкасы еденге күрс етіп түсіп, ішіндегі қоңырқай шай цементке жайылып кетті. Оның көздері шарасынан шығып, кеңірдегі құрғап қалды. Ол өзінің жаңа ғана кімге қол көтермекші болғанын толық сезінгенде, аяқтары мақтадай болып өз-өзінен бүгіле бастады. Тарс. Мақсаттың 2 тізесі цемент еденге ауыр тиді. Ол тізе бүккен күйі, басын көтеруге батылы бармай, төмен қарап қалтырап отырды. Түрменің жазылмаған қатал заңы бойынша заңдағы ұрыға, вор в законе, қол көтерген адамның өмірі сол секундта аяқталуы тиіс еді. Оның тәні әлі тірі болғанымен, рухы баяғыда өліп қойған болатын. Ал кекеш Тимур бұрышқа тақалып, үрейден не істерін білмей, қабырғаны жағалай шегініп кетті. Тек Руслан ғана орнында қатып тұрды. Оның кеудесін керіп жүрген қараушы деген атағы қазір мына кәрі шалдың бір ғана көзқарасының алдында көк тиынға айналды. Оның жүрегі кеудесін жарып шығардай дүсілдейді. Сіз, Қасым көке. Темір Қасым сізсіз бе? Деп зорға сыбырлады Руслан, оның даусынан бағанағы өр көкіректіктің мысқалдайда ізі қалмаған еді. Оның ішкі әлемінде нағыз ақырзаман орнап жатты. Ол аңызға айналған бұл адамның Мәскеуде немесе шетелде жүргенін естіген. Дәл 2 тарау, төрдегі үнсіздік және нағыз биліктің ауысуы. Қасым шал Русланның сұрағына жауап берген жоқ. Ол жеңін ақырын ғана түсіріп, түймесін салдақамен салды. Содан кейін оның жанары Русланға баяу бұрылды. Қария ешқандай агрессия көрсетпеді, бақырған жоқ, бірақ оның әрбір қимылында мыңдаған адамның тағдырын шешіп үйренген патшаның салмағы бар еді. Ол Русланның дәл жанынан өтіп камераның төріне ең жақсы, жарық түсіп тұрған төменгі орынға қарай қадам басты. Бұл орын бірнеше минут бұрын Русланға тиесілі болатын.
Қасым шал жақындағанда Руслан өзінен өзі бір қадам артқа шегініп жол берді. Ол тіпті Қасымның көлеңкесіне тиіп кетуден қорыққандай шетке ығысты. Қасым шал темір төсекке баяу отырды. Ол ескі сөмкесін жанына қойып бөлменің ішін тағы бір рет шолып шықты. 20 адамның бәрі демдерін ішіне тартып қатып қалған. Заман өзгеріпті, деді Қасым шал ақырын ғана, бірақ оның даусы камераның әр бұрышына анық жетті. Бұрын хатаға адам кіргенде оған алдымен бір үзім нан мен ыстық шай ұсынатын еді. Қазіргі жастар адамның ішіне емес, сөмкесіне қарайтын болыпты. Ол Русланға көз тастады. Сен өзіңді кіммін деп ойлайсың, балақай? Қараушымын, смотрящий дейсің бе? Руслан жұтынып басын изеді. Иә, Қасым аға. Мені осы хатаға жауапты етіп қойған. Сен қараушы емессің. Сен жай ғана беспределшіксің, заңсыздық жасаушы, деп Қасым сөзін шорт кесті. Оның даусы қорғасындай ауыр еді. Сенің ұғымың ақша мен күш. Сендер түрмені базарға айналдырдыңдар. Ақшасы барды сауасыңдар, күші жоқты қорлайсыңдар. Менің заманымда мұндайлар ұрылардың қатарына емес, дәретхананың қасына жататын еді. 3 тарау, аждаханың үкімі. Қорлаушылардың өз қорлығына ұшырауы. Русланның маңдайынан мұздай тер бұрқ ете түсті. Бұл сөздер жай ғана ескерту емес еді, бұл үкім болатын. Түрме жүйесіндегі ең жоғарғы тұлға оның қараушы статусын жоққа шығарды. Демек, ол енді ешкім емес. Қасым аға, біз білмедік қой. Егер біз сіздің кім екеніңізді білгенде, бұлай істемес едік. Мен қателестім, аға. Мені кешіріңіз. Деп Руслан екі қолын кеудесіне қойып жалына бастады. Ол өзінің өмірі қыл үстінде екенін түсінді. Егер Қасым оған опушенный, қорланған деген статус берсе, оны бүкіл түрме бойы ешкім адам қатарына қоспайтын еді. Оның сырттағы достары да, ақшасы да оны бұл тозақтан құтқара алмайды. Тізе бүгіп отырған Мақсат бұқа та жыламсырап. Қасым көке, кешіріңізші. Мен ақымақ болдым. Қолыңызды сүйейін, тек мені сындыра көрмеңіз. Деп жер бауырлап алға ұмтылды. Қасым шал қолын сәл көтеріп оларды тоқтатты. Ол қан төгуді қажет етпейтін. Оның бір ғана сөзі олардың бүкіл өмірін жоюға жеткілікті еді. Мен сендердің қандарыңды төгіп, өз қолымды бұлғамаймын, деді қария суыққандылықпен. Бірақ заң бәріне ортақ. Сен маған жаңа ғана нені нұсқап едің, балақай? Қасым қолымен бағана Руслан нұсқаған парашаның, дәретхананың жандағы бұрышты көрсетті. Көрдіңдер ме ана бұрышты? Деді Қасым дәл Русланның бағанағы интонациясымен, бірақ одан 100 есе қауіпті үнмен. Енді сол орын сендердікі. Үшеуің де заттарыңды жинап, сол жаққа барып жатасыңдар. Бүгіннен бастап хатаның еденінде, дәретханасында сендер жуасыңдар. Менің көзіме көрінбеңдер. Егер бір сөз қарсы айтсаңдар, ертең таңертең сендерді бұл камерадан мәйітқаппен, мешакпен алып шығады. Бұл ең қорқынышты, ең психологиялық ауыр соққы еді. Өздерін камераның патшасы санап басқаларды қорлап келген Руслан, Мақсат және Тимур енді өздері қазған шұңқырға түсті. Олар қарсыласудың мәнсіз екенін, бір ғана артық қимыл олардың өліміне әкелетінін біліп, бастарын салбыратып, өз заттарын жинай бастады. Олар камераның ең төменгі, ең лас бұрышына барып, үнсіз шөгіп қалды. Тәкаппарлық толығымен сынды, қасқырлар күшікке айналды. 4 тарау, ақшаға сатылған көз жас. Әділдіктің орнауы. Қасым камерадағы билікті бір тамшы қан төкпей-ақ өз қолына алды. Қалған тұтқындар оған үлкен құрметпен, қорқынышпен қарап, тіпті демалуға жасқанып отырған еді. Қарияның көзі камераның екінші бұрышында әлі де бүк түсіп, үнсіз жылап жатқан жігітке түсті. Ол жігіт жаңағы оқиғалардан бейхабар, өз әлемінде қорқыныштан дірілдеп жатқан болатын. Әй, жігіт, деді Қасым шал даусын сәл жұмсартып. Бері кел. Жігіт шошып кетіп басын көтерді. Оның бет аузы сіп көгерген. Үстіндегі қымбат жейдесі жыртылған еді. Ол ақырын ғана басып Қасымның алдына келді. Атың кім, балам? Не үшін кірдің? Мыналар сені неге ұрды? Деп сұрады Қасым. Жігіт жұтынып дірілдеген дауыспен жауап берді. Атым
Атым Ерлан, мен қарапайым кәсіпкермін. Бизнес серіктесім мені алдап, қаржылық алаяқтық үшін менің үстімен арыз жаздырды. Мен бұл жаққа кеше ғана түстім. Ал мына Руслан менен 500 000 теңге талап етті. Егер әйелім сол ақшаны олардың сырттағы адамдарына салмаса, мені осында зорлап өлтіретіндерін айтты. Мен қорқып, әйеліме айтуға мәжбүр болдым. Ол соңғы ақшасын, балаларымның тамағына жинаған ақшасын соларға аударыпты. Қасым шалдың көздерінде қайтадан найзағай ойнады. Оның ескі мектебінің заңы бойынша қарапайым халықты, әсіресе отбасылы, момын адамдарды түрмеде бопсалауға қатаң тыйым салынған еді. Ұрылар тек байлардан, жүйеден ұрлайтын, ал мұндай беспредел ең төменгі қылмыс саналатын. Қасым бұрышта қалтырап отырған Русланға қарады. «Руслан», деді ол. «Бұл сөз қамшыдан да ауыр тиді. Мен саған 3 сағат беремін. Осы 3 сағат ішінде сырттағы адамдарыңмен байланысқа шығасың. Ерланның әйелінен алған 500 000-ды қайтарасың. Және оның моральдық шығыны үшін үстіне тағы 2 миллион қосып бересің. Егер сол ақша оның отбасының шотына түспесе, мен сенің сырттағы точкаларыңның, бизнестеріңнің бәрін өртеп жіберуге бұйрық беремін». Түсіндің бе? Русланның көздері шарасынан шықты. 2 миллион үлкен ақша, бірақ оның өмірі мен бизнесі одан әлдеқайда қымбат еді. Ол бас изеп түрмеге жасырын кіргізілген контрабандалық телефонын алуға ұмтылды. Ерлан Қасым шалдың алдында тізерлеп құлап жылап жіберді. Ол бұл қарияны өзіне жіберілген періштедей көрді. «Рахмет сізге. Аға, рахмет. Сіз менің отбасымды құтқардыңыз», деді ол көз жасын сүртіп. «Тұр, балам. Ер адам тізерлемейді», деді Қасым ақырын ғана, оның иығынан демеп. 5 тарау, нағыз мақсат. Аждаһа неге оралды? Камерадағы тәртіп толығымен қалпына келді. Ешкім шулаған жоқ, әркім өз орнын білді. Тек Ерлан ғана Қасым шалға ыстық шай демдеп, оған үлкен құрметпен қызмет етіп жүрді. Қасым темір төсекте жатып көзін жұмды. Бәрі оны бұл түрмеге кездейсоқ түсті деп ойлады. Бірақ олар қателескен еді. Мұндай деңгейдегі заңдағы ұры ешқашан жайдан жай қолға түспейтін. Оның адвокаттармен байланыстары оны кез келген істен судан таза етіп алып шыға алатын. Бірақ Қасым бұл СИЗО-ға әдейі өз еркімен беріліп түскен болатын. Оның ішкі қалтасында бір кішкентай сурет жатыр еді. Ол суретте өзінің осыдан 10 жыл бұрын жоғалып кеткен жалғыз ұлы бейнеленген. Қасымның барлаушылары, адамдары оның ұлын кезінде сатып, осы СИЗО-дағы абақтының біріне қаматқан, ал кейіннен өлтіріп жіберген сатқынның ізіне түскен еді. Ол сатқын дәл осы ғимаратта, қатаң режимдегі басқа камерада отырған бұрынғы беделді қылмыскер, лақап аты Қарабаран болатын. Қасым сырттан тұрып оған жете алмады. Сондықтан ол өз баласының кегін алу үшін сатқынның көзіне тік қарап, оның жанын өз қолымен алу үшін тозақтың ортасына, мына қапастың ішіне өз аяғымен кірген еді. Бұл камера оның басты жолының басы ғана. Ол қара баронға жету үшін бүкіл түрме жүйесін төңкеруге дайын болатын. Нағыз қанды ойын, нағыз шахмат партиясы енді ғана басталды. Бір тарау, полковниктің кабинеті. Төгілген кофе және дүрбелең. Таңғы сағат 9. Қалалық тергеу изоляторының СИЗО басшысы полковник Сұлтанов өзінің кең былғары креслосында жайғасып, жаңа демделген кофесін ішіп отырған. Бұл адам осы түрменің жазылмаған заңдар мен жемқорлық жүйесін мінсіз басқарып отырған, кез келген тұтқынды ақшаға сатып, ақшаға босаталатын қатал басшы. Кенеттен оның кабинетінің есігі жұлынып ашылды. Табалдырықта оның орынбасары майор Исаев тұрды. Оның түрі аппақ қудай, деміккені соншалық сөйлей алмай тұншығып қалған. «Жолдас полковник, бәле болды», деп әрең сөйледі майор. «Не болды соншама? Біреу асылып қалып па? Әлде тексеріс келе жатыр ма? Есікті жап», деп Сұлтанов ашуланып кофесін үстелге қойды. «Жоқ, тексеріс емес. Кеше түнгі этаппен қабылдаумен бізге жаңа тұтқындар келген болатын.
Кезекшілер олардың ішіндегі бір шалды кәдімгі бұзақылар отыратын жалпы 415 камераға тыға салыпты. Сосын, шалды ұрып тастап ба? Өлсе жүрегі ұстап қалды деп жаза сал, проблема ма не? Деді полковник немқұрайлы. Жолдас полковник, ол жай шал емес. Майор жақындап келіп даусын бәсеңдетті. Ол Темір Қасым. Кеңес одағынан бері бүкіл қылмыстық әлемді уысында ұстаған заңдағы ұры. Мәскеулік элитаның өзі онымен санасады. Біздің ақымақтар оны кәдімгі қарапайымдармен бірге қамап тастапты. Оның үстіне 415 хатада Руслан деген жабайы отыр еді ғой. Егер Қасымға біреу саусағын тигізген болса, бүкіл түрме көтеріліске, бунт шығады. Бізді тірідей сояды. Полковник Сұлтановтың қолындағы қаламы үстелге түсіп кетті. Кофесі төгіліп құжаттарын білдірді, бірақ ол оған мән бергенде жоқ. Оның маңдайынан суық тер бұрқ ете түсті. Қасым сияқты фигураның бұл СИЗО-ға түсуі жай ғана қателік емес, бұл бомбаның жарылғанымен тең еді. Тез арада оны осында әкеліңдер. Құрметпен, артық қимылсыз, деп бақырды полковник орнынан ұшып тұрып. Екі тарау, патша мен қызметші, келіссөздер. 10 минуттан соң полковниктің кабинетіне Қасым шал кіріп келді. Ол баяғы ескі пальтосымен сабырлы қалпында еді. Оның артында екі күзетші дірілдеп тұрды. Полковник Сұлтанов орнынан жылдам тұрып, оның алдынан шықты. Есікті тарс жауып, күзетшілерді қуып шықты. Қасым аға, бұл қандай түсініспеушілік? Біздің ақымақ жігіттер сіздің кім екеніңізді білмей, жалпы камераға жіберіпті. Кешірім сұраймын. Сіз сияқты құрметті адамға біздің есік әрқашан ашық қой. Қазір мен сізге веб-камера, жеке бөлме дайындатамын. Теледидар, тоңазытқыш, жақсы тамақ бәрі болады. Деп полковник жағымпаздана сөйлеп, оған ең жұмсақ креслоны ұсынды. Қасым шал креслоға отырмады. Ол үстелдің алдына келіп полковниктің көзіне тік қарады. Маған сенің жұмсақ төсегіңмен тамағың керек емес, Сұлтанов, мен бұл қонақ үйге демалуға келген жоқпын, деді қария тастай суық дауыспен. Полковник жұтынып қойды. Онда, сізді не үшін бұл жаққа келді? Адвокаттарыңыз қайда? Мен қазір-ақ телефон берейін. Мен мұнда өз еркіммен келдім. Менің осы СИЗОдан алатын бір қарызым бар, деді Қасым. Сенің спецблок, ерекше қорғалатын камералар, жағында Қара барон деген лақап аты бар Бақыт деген адам отыр. Ол осыдан 10 жыл бұрын менің ұлымды сатып, арқасынан пышақ ұрған сатқын. Ол қазір сенің қарамағыңда, жылы жерде, сенің қорғауыңда жатыр. Полковниктің аяқтары дірілдеп кетті. Қара барон, бұл СИЗОдағы ең бай тұтқындардың бірі еді. Ол полковникке ай сайын миллиондаған пара беріп, өзіне бүтін бір камераны қонақ үй етіп алған. Баронның қасында оның жеке оққағарлары да сотталған бұзақылардан бірге отыратын. Қасым аға, түсініңіз, мен оны сізге бере алмаймын. Ол оқшауланған. Егер оған бірдеңе болса, менен жоғарыдағы адамдар басымды жұлып алады, деді Сұлтанов үрейленіп. Қасым үстелге екі қолын тіреп, полковникке қарай сәл еңкейді. Сұлтанов, менің адамдарым сенің шетелдегі шоттарыңды, қызыңның Лондондағы пәтерін кімнің ақшасына алғаныңды түгел біледі. Егер менің ұлымның кегі алынбаса, ертең ақ сол құжаттардың бәрі ОК-ның КМБ үстелінде жататын болады. Ал бүкіл зона бүгін түнде қанды көтеріліске шығады. Сен не баронды маған бересің, не менің қасымда парашаның жанында бірге жатасың. Таңдау өзіңде. Бұл бопсалау емес, бұл нақты факт еді. Полковник жеңілгенін мойындап ауыр күрсінді. Мен не істеуім керек? Деді ол басын төмен салып. Оның камерасының құлпын ашып қой. Қалғанын өзім шешем, деді Қасым бұрылып бара жатып. Ол есіктен шығарда тоқтап, мен әзірше 415 камерада қаламын. Ол жерде маған ұнайтын бір бала бар екен, деп кәсіпкер Ирланды меңзетте шығып кетті. 3 тарау, сатқынның жоспары. Дәретханадағы кек. Осы уақытта 415 камераның ішінде бұрын соңды болмаған көрініс орын алып жатыр еді.
Кеше ғана камераның патшасы болған Руслан мен оның жандайшаптары Мақсат пен Тимур қолдарына шүберек ұстап дәретхананың ішін, парашаны жуып жатқан. Бөлмедегі қалған тұтқындар оларға мазақпен, бірақ үнсіз қарап отырды. Ешкім оларға жақындауға, тіпті сөйлесуге батылы бармады, өйткені олар Қасымның бұйрығымен ең төменгі кастаға түскен еді. Русланның іші қанжылап, намыстан өртеніп бара жатты. Оның бүкіл авторитеті бір түнде жоқ болды. Ол дәретхананың артына тығылып, өзінің жасырын ұстаған кішкентай ұялы телефонын, контрабандалық телефонды шығарды. Бұл телефонды одан әлі ешкім тартып алмаған еді. Ол спецблоктағы жеке камерадағы қара баронның бас оққағарына өзінің бұрынғы танысы Қаскелеңге сым жазды. Қаскелең, бұл кобра. Біздің қатаға темір Қасым түсті. Ол мені сындырды. Ол баронның артынан келген сияқты. Барон қайт, мен сіздерге көмектесемін. Мен оны іштен ұрып жығатын жол табамын. Тек маған қорғаныс беріңдер. Руслан бұл хабарламасымен нағыз сатқындық жасағанын, заңдағы ұрыға қарсы шығу арқылы түрме заңын түп тамырмен бұзғанын білді. Бірақ ол кек алу үшін бәріне дайын еді. Ол Қасымды өлтірсе, барон оған көп ақша беріп, түрмеден аман алып шығады деп соқыр үмітке сенді. Бірақ ол Қасым шалдың көздері камераның әрбір бұрышын бақылап отырғанын сезбеген еді. Қасым сырттан қайтып келгенде, Русланның бұрышта телефон шұқып отырғанын бірден байқады, бірақ үнсіз қалды. Ол қасқырдың қақпанға толық түскенін күтуі керек еді. 4 тарау, баронның үрейі. Спецблоктағы қанды шешім. Түрменің екінші қанатында жөндеуден өткен, теледидармен жұмсақ төсегі бар, 100 веб-камерада қара барон бақыт отырған. Жасы 50-лер шамасындағы, беті сіңкі, үнемі қорғаныста жүретін адам. Ол Қасымның ұлын сатып, сол ақшаға криминалдық әлемде билікке жеткен, бірақ Қасымның көзі тірі тұрғанда өмірінде бір күнде тыныш ұйықтамаған еді. Оның жанындағы оққағары Қаскелең телефонды баронға ұсынды. Баке, нашар хабар бар. Темір Қасым осында екен. Ол 415 хатада отыр. Жаңа ғана Руслан деген жігіттен хабар келді. Қасым сізді іздеп жүр екен. Баронның қолындағы шылымы түсіп кетті. Оның түрі сұрланып, тынысы тарылды. Ол қалай бұл жаққа түсіп қалған? Мен полковникке миллиондар төлеп отырмын ғой, деп бақырды барон орнынан атып тұрып. Қасым бұл жерге менің жанымды алуға келді. Ол менің терімді тірідей сыпырады. Баке, тынышталыңыз. Біз не істейміз? Полковникке айтайық па? Деді Қаскелең қаруын, жасырын пышағын ұстап. Полковник оған қарсы түк істей алмайды. Қасым бұл бүкіл тымдының қараушысы. Барон бөлмеде ары-бері жүгіре бастады. Оның ішінде жабайы қорқыныш оянды. Сосын ол тоқтап, көздері қанталап Қаскелеңге бұрылды. Бізде бір ғана амал қалды. Біз оның бізге жеткенін күтпейміз. Біз оны бірінші болып құртамыз. Барон үстелдің үстін жұдырығымен ұрды. Ертең бейсенбі. Жалпы Монша, баня, күні. 415 камераны Моншаға апарады. Сен біздің ең сенімді 3 жігітімізді алып, сол Моншаға жасырын кіресіңдер. Русланға айт, ол шалды душ жаққа алды бәкесін. Сол жерде оның тамағынан орып, бауыздап тастаңдар. Егер осыны істесеңдер, үшеуіңнің де бостандыққа шығуларыңа ақша төлеймін. Бұл үмітсіз адамның соңғы қанды шешімі еді. Барон заңдағы ұрыны өлтіруге бұйрық берді. Бұл түрме тарихындағы ең үлкен соғыстың басталуы болатын. 5 тарау, Ерланның күдігі. Монша алдындағы ескерту. Келесі күні таңертең. 415 камера. Бәрі Моншаға, баняға баруға дайындалып жатты. Тұтқындарға таза киімдері мен сабындарын берді. Руслан мен оның 2 досы бұрышта бір-біріне көз қысып, әлде бір нәрсеге дайындалып жатқандай сыбырласып отырды. Жазықсыз кәсіпкер Ерлан мұны байқап қалды. Ол Қасым шалға әбден бауыр басып қалған еді, себебі қария оны өлімнен құтқарған болатын. Ерлан ақырын ғана Қасымның жанына келіп, оған сүлгісін, полотенце беріп жатып сыбырлады.
Қасым аға, абайлаңызшы. Руслан түнімен телефонмен сөйлесіп шықты. Ол бірдеңе білдіргелі жүр. Олардың көздерінен қан көрініп тұр. Мен олардың қасында жүрейін, егер бірдеңе болса, алдыңызда тұрамын. Қасым шал Ерланның батылдығына риза болып, оның иығынан ақырын қақты. Бұл жігіттің бойында шынайы адамгершілік бар екенін сезді. Уайымдама, балам. Сатқындардың көзіндегі қан өздерінің үрейі ғана. Олар маған қақпан құрдық деп ойлайды. Бірақ олар қасқырдың апанына өз аяқтарымен кіріп бара жатқандарын білмейді, деді қария сабырмен. Ол жейдесін шешіп иығына сүлгісін салды. Оның арқасындағы ондаған тыртықтар мен құпия таңбалар оның қандай соғыстардан өткенін айтып тұрғандай еді. Есік ашылды. 415 хата, моншаға шығыңдар. Қолдарыңда артқа ұстаңдар. Деген күзетшінің даусы естілді. Қасым шал бірінші болып камерадан шықты. Оның артынан Ерлан, одан кейін іштей өздерінің қанды жоспарын іске асыруға асыққан Руслан мен оның екі жандайшабы еріп шықты. Қараңғы дәлізбен келе жатып, қария алда үлкен айқас күтіп тұрғанын білді. Ол ұлының кегін алуға бір қадам жақындады. Ал өлім аузында тұрғандар кімнің ажалы бірінші келетінін әлі түсінген жоқ еді. Бір тарау. Ажалдың иісі. Қалың тұман ішіндегі монша. Сезонның жалпы моншасы, банясы, іші қалың буға толған, қабырғаларынан сарғыш су тамшылаған, зең мен кір сабынның иісі қолғаны қабатын үлкен бөлмеге. Темір есік жабылып, сыртынан ауыр құлыптың сарт еткен дыбысы естілді. Әдетте күзетшілер іштегі тәртіпті терезеден бақылап тұруы керек болатын. Бірақ бүгін терезе артында ешкім болған жоқ. Баронның ақшасы өз жұмысын істеп, күзетшілер алдын ала дәлізден кетіп қалған еді. 415 камераның тұтқындары темірлегендерді, тазиктерді алып суға түсе бастады. Бөлменің ішіндегі ыстық будан 2 метр жердегі адамның түрі әрең көрінеді. Судың шалпылы мен жаңғырыққан дауыстар айналаны жаулап алды. Қасым шал бөлменің ең түкпіріндегі бұрышқа барып, шүмектен, краннан ыстық су бұрады. Оның қимылдары асықпайтын, өте сабырлы. Денесіндегі ондаған тыртықтар мен көкшіл татуировкалар оның кешкен тозақтарының тірі шежіресіндей сумен шайылып жатты. Одан сәл әріректе Ерлан тұрды. Кәсіпкер жігіт жуынудың орнына көзін айналадан алмай, барынша сақ болуға тырысып тұр. Оның жүрегі бір сұмдықты сезгендей кеудесін ұрғылайды. Ал Руслан мен оның екі жандайшабы, Мақсат пен Тимур, жуынатын орынның есік жақ шетіне таяп, бір-біріне мағыналы көзқараспен қарап қойды. Руслан қолындағы сабынды уқалап тұрып, кіреберістегі шаруашылық бөлмесінің, подсобканың ескі ағаш есігіне көз тастады. Жоспар бойынша баронның адамдары сол жақтан кіруі тиіс еді. Екі тарау. Тұтқиылдан шабуыл. Ерланның ерлігі. Кенеттен шаруашылық бөлмесінің есігі сықырлап ашылды. Қалың будың ішінен 3 көлеңке пайда болды. Олар бұл моншаға қатысы жоқ, басқа камераның тұтқындары еді. Алдарында баронның бас оққағары қаскелең келе жатты. Оның оң қолына сүлгі оралған, ал сүлгінің ішінде ұшы өткірленген 20 сантиметрлік темір жүз, заточка, жасырылған болатын. Үшеуі қалың буды жарып, тікелей Қасым шал тұрған бұрышқа қарай ұмтылды. Олардың мақсаты біреу ғана, кәрі қасқырды арт жағынан келіп тамағынан орып жіберу. Руслан бұл көріністі көріп, жымиып қойды да артқа қарай шегінді. Ол Қасымның ажалы жетті деп ойлады. Қаскелең Қасымның ту сыртына 2 метрдей жақындағанда, қолындағы сүлгіні тастап, темір жүзді жоғары көтерді. Ол қарияның арқасына қарай бар күшімен секірді. Қасым аға, артыңыз, деген жанұшыра шыққан айқай моншаның ішін жаңғыртып жіберді. Бұл Ерлан еді. Қорыққаннан дірілдеп жүрген қарапайым кәсіпкер өзінің өмірін бәйгеге тігіп, оқтай атылып, Қаскелең мен Қасымның ортасына кіріп кетті. Хырц! Қаскелеңнің өткір темірі Қасымға емес, Ерланның оң жақ қабырғасына кіріп кетті. Ерлан ауыр ыңырсып алға қарай құлады. Қан ыстық суға қосылып, цемент еденді қызыл түске бояй бастады. Жолдан былай тұр, мал! Деп бақырды Қаскелең, темірді Ерланның денесінен жұлып алып, қайтадан Қасымға қарай ұмтылмақ болды. Бірақ ол кешіккен еді. Оның алдында арқасын бұрып тұрған бейшара шал емес, оянып кеткен аждаһа тұрған болатын.
Үш тарау, оянған қасқыр, темір Қасымның жазасы. Қасым шалдың реакциясы жас барыстың қимылындай жылдам болды. Ол 70 жаста болса да, оның бұлшықеттері мен инстинкті жарты ғасырлық өлім мен өмір айқасында шыңдалған еді. Ол күшке күшпен емес, қарсыластың өз инерциясын өзіне қарсы қолдануды мінсіз меңгерген. Қаскелең пышағын сілтеген сәтте, Қасым бір қадам солға бұрылып, оның қолын білегінен шап беріп ұстады да, өзіне қарай күшпен тартты. Қаскелең тепе-теңдігін жоғалтып алға қарай ұшты. Дәл сол секундта Қасымның екінші қолындағы қайнаған ыстық суға толы темірлеген Қаскелеңнің бетіне шарп етіп шашылды. «Аға, өзім!» деп бақырды Қаскелең, қайнаған судан бетін басып, еденге құлап түсті. Пышағы сыңғырлап жерге ұшты. Қалған екі жалдамалы баронның адамдары бір сәтке абдырап қалды. Олар кәрі шалды оңай олжа деп ойлаған еді. Бірақ көз алдарындағы көрініс олардың зәресін алды. Алайда шегінер жол жоқ еді. Екеуі екі жақтан Қасымға тұра ұмтылды. Біреуі арматураның сынығымен шабуылдады. Қасым шал сулы еденде тайғанамай, сәл еңкейіп, соққыдан жалтарды да, дымқыл, ауыр сүлгіні қамшыдай үйіріп, шабуылшының көзіне бар күшімен салып қалды. Дымқыл сүлгінің ұшы тастай қатты тиіп, әлгінің беті қанға боялды. Ол көзін басып тұра бергенде, Қасым оның тізесінен аяғымен ауыр соққы жасады. Сүйектің сытырлаған даусы естіліп, екінші қарақшы суға топ етіп құлады. Үшінші шабуылшы қорқып кетіп, қолындағы ұштығымен Қасымға иіссіз сілтей бастады. Қасым оның қолын қағып жіберіп, оны жағасынан, жалаңаш мойнынан ұстап алды да, басы моншаның плиткамен қапталған қабырғасына бар күшімен екі рет ұрды. Гүрс-гүрс еткен дыбыс шығып, үшіншісі де иесінен танып, еденге сұлады. Небәрі 30 секунд ішінде баронның ең мықты үш жалдамалысы қанға боялып, ыстық судың ішінде сұлап жатты. Моншадағы қалған тұтқындар бұрышқа тығылып, бұл сұмдық айқасты үнсіз, көздері шарасынан шыға бақылап тұрды. Олар нағыз темір Қасымның неге аңызға айналғанын өз көздерімен көрді. Ол адам емес, тірі қару еді. Төрт тарау, сатқынның соңғы үміті. Русланның құлауы. Руслан бұрышта тұрып, өз көзіне өзі сенбеді. Оның үміті тас-талқан болды. Ол баронның жігіттері Қасымды өлтіреді де, өзі бостандыққа шығады деп ойлаған. Енді қарияның көзі оған түссе, оны тірідей соятынын білді. Үрей оның миын билеп алды. Ол жерде жатқан Қаскелеңнің темір жүзін, заточкасын ақырын ғана қолына алды. Қасым шал сол сәтте Ерланның жарақатын қарап, оған сүлгі басып жатқан еді. Бұл менің жалғыз мүмкіндігім. Шалдың арқасы ашық тұр деп ойлаған Руслан тістерін қайрап, артынан үнсіз келіп, жүзді қарияның мойнына қарай сілтеді. Бірақ аждаханың көзі желкесінде де бар еді. Қасым Русланның қадамын судың шалпылынан ақ сезген. Ол бұрылмастан, шынтағымен Русланның ішінен, күн торабынан найзағайдай соққы жасады. Русланның демі ішіне түсіп көзі аларып кетті. Ол еңкейе бергенде Қасым бұрылып, оның қолындағы темір жүзді ұстап алып, Русланның өз қолын қайырып, оның тамағына тақады. Руслан тізесімен суға құлады. Оның тамағында өзінің пышағы тұр еді, сәл ғана қысым жасалса, күре тамыры кесіліп түсетін. Сенің ақымақтығыңда шек жоқ екен, балақай, деді Қасым шал даусынан мұз төгіліп. Оның бетіне Ерланның қаны шашыраған, көздері жанып тұрды. Мен саған адам болуға мүмкіндік бердім. Бірақ сенің ішің шіріп кеткен екен. Сен сатқынсың. Ал сатқындардың орны. Қасым пышақты Русланның бетіне жанай тартып өтті. Терең емес, бірақ өмір бойы қалатын ұзын тыртық түсті. Руслан бақырып жіберді. Бұл сенің бүкіл түрме өміріңдегі мөрің болады. Бұдан былай сені кез келген хатада осы таңбаң арқылы танитын болады. Сен енді тірі өліксің, деді Қасым оны итеріп жіберіп. 5 тарау, баронға сәлемдеме және Ерланды құтқару. Моншаның ішінде өлі тыныштық орнады. Тек судың шарылдаған даусымен еденде жатқандардың ыңырсығаны ғана естіледі. Қасым жерде қансырап жатқан Ерланның қасына тізерлеп отырды. Ерланның есі кіресілі шығасылы, бірақ ол Қасымға қарап жымиды. Қасым аға, мен сізді қорғадым ғой, иә, деп сыбырлады ол. Сен нағыз еркексің, балам. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Мен бұны ешқашан ұмытпаймын.
Шыда, қазір дәрігер келет, деді Қасым оның жарасына сүлгіні қаттырақ басып. Ол басын көтеріп, беті күйіп, еденде жатқан қаскелеңге қарады. Қаскелең қорқыныштан қалтырап шегіне берді. Сен баронның төбеті. Қасымның даусы бумен бірге көтеріліп, бүкіл бөлмені тітіретті. Иеңе барып айт. Ол өзінің өлімін тездетті. Ол менің қанымды төгемін деп өз қанына тұншығатын болды. Бүгін түнде оның камерасының есігі ашылады. Мен келе жатырмын. Күтсін. Дәл осы кезде моншаның сыртқы темір есігі тарс етіп ашылды. Ішке қаруланған 10 шақты күзетші және олардың артында түрі бозарып кеткен түрме бастығы полковник Сұлтанов кіріп келді. Олар іштегі қанды қырғынды, сұлап жатқан адамдарды және ортада қанға малшынып, бірақ таудай асқақ тұрған Қасым шалды көргенде орындарында қатып қалды. Тез арада дәрігер шақырыңдар. Мына жігітті аман алып қаласыңдар. Деп бақырды Қасым Ерланды нұсқап. Оның бұйрықты даусы полковниктің өзін селк еткізді. Ал мына қоқыстарды көздерін құртыңдар. Күзетшілер Ерланды зембілге салып алып кетті. Руслан мен баронның адамдарын сүйретіп шығарды. Полковник Сұлтанов Қасымға жақындауға батылы бармай, алыстау тұрып. Қасым аға, бұл менің бұйрығым емес. Олар өздері кіріп кетіпті деп ақталмақ болды. Қасым оның сөзін тыңдаған да жоқ. Ол сүлгісімен қолындағы қанды сүртіп полковниктің көзіне тік қарады. Сұлтанов, уақыт бітті. Бүгін түнде спецблоктың есігі ашық болсын. Егер жабылса, ертең сенің орныңда басқа бастық отыратын болады, деді ол бұрылып, өз камерасына қарай беттеп. Сатқындардың қаны төгілді. Аждаһа толығымен оянды. Бүгін түнде түрме тарихындағы ең үлкен кек алу операциясы іске аспақ. Қара баронның сағаты соғып тұр еді, бір тарау, өлі тыныштық және ашылған құлыптар. Түнгі сағат 2. Қалалық тергеу изоляторында СИЗО бұрын соңды болмаған өлі тыныштық орнады. Күндізгі шу, күзетшілердің айқайы, темір есіктердің сартылы бәрі саптыйлған. Бүкіл түрме бейне бір демін ішіне тартып, алдағы қанды оқиғаны күтіп жатқандай еді. Полковник Сұлтанов өз кабинетінде бейнебақылау камераларының мониторларына қарап қалтырап отырды. Оның маңдайынан суық тер тамып, алдындағы күл салғыш темекі тұқылына толып кеткен. Ол рациясын қолына алып, дірілдеген дауыспен бұйрық берді. Спецблоктың күзеті. Постты тастап бірінші қабатқа түсіңдер. Баронның есігіндегі электронды құлыпты ашып қойыңыздар. Бұл менің тікелей бұйрығым. Монитордан спецблоктағы екі күзетшінің қаруларын асынып, асығыс төмен түсіп кеткені көрінді. Жол ашық еді. Осы сәтте 415 жалпы камераның темір есігі баяу ашылды. Іштегі 20 тұтқын қатып қалған, тіпті дем алуға жасқанып жатты. Еденде жарақаты таңылып, беті ісіп кеткен Руслан қорқыныштан бүк түсіп жатыр. Қасым шал өзінің ескі сұр пальтосын иығына іліп, ескі бәтеңкесінің бауын байлады. Ол есікке қарай беттегенде, камерадағы ең үлкен тұтқындардың бірі орнынан тұрып, басын иді. Жолыңыз болсын, Қасым аға. Әділдік сізбен бірге болсын. Қасым үнсіз ғана бас изеді. Ол дәлізге шықты. Оның әрбір қадамы бос дәлізде ауыр жаңғырық тудырып жатты. Тақ. Бұл жай ғана қадам емес, бұл 10 жыл бойы әділетсіздіктен тайраңдап жүрген сатқынның жүрегіне қағылған шегелердің дауысы еді. Ол спецблокқа ерекше қауіпті әрі өте бай тұтқындар жататын веб аймаққа қарай ақырын жүріп келе жатты. Екі тарау, алтын қапастағы үрей. Баронның ақыр заманы. Спецблоктың ең төріндегі 100 камера іс жүзінде камера емес, кішігірім қонақ үй бөлмесіндей болатын. Еденде жұмсақ кілем, қабырғасында жалпақ теледидар, үстел үстінде тоңазытқыштан шыққан қымбат тамақтар мен сусындар тұр. Бірақ бұл байлықтың бәрі қазір оның иесі қара баронға, бақытқа, ешқандай қуаныш сыйлап тұрған жоқ еді. Барон бөлменің ішінде өзіне орын таба алмай, ары-бері шыр айналып жүрді. Оның түрі аппақ қудай, шашы жалбыраған. Моншадағы қырғыннан кейін қаскелеңнің және басқа да жігіттерінің мүгедек болып, реанимацияға түскенін естіген сәттен бастап, оның ішіндегі жабайы қорқыныш оны жынды қылуға таяу қалған еді. Ол жасырын ұялы телефонын алып, сырттағы байланыстарына, прокурорларға, полковник Сұлтановқа үздіксіз қоңырау шалды. Бірақ ешкім тұтқаны көтермеді. Жүйе одан теріс айналды.
Ақшаның құдіреті аждаханың алдында түкке тұрғысыз болып қалды. Кенеттен дәлізден ауыр қадамдардың даусы естілді. Тақ. Баронның қолындағы телефоны түсіп кетті. Ол есікке қарап шегіне берді. Сырт, есіктің ауыр құлпы сырттан ашылып, есік баяу ішке қарай ысырылды. Табалдырықта ескі сұр пальтосын киген, көзіндегі қалың көзілдіріктің артынан суық ызғар шашқан темір Қасым тұр еді. Оның қолында қару жоқ, бірақ оның бүкіл болмысынан өлімнің иісі мүңкіп тұрды. Ол бөлмеге кіріп, есікті артынан жапты. 3 тарау, 10 жылдық кек. Сот залы бір ғана бөлме. Баронның аяқтарынан әл кетті. Ол еденге жұмсақ кілемнің үстіне тізерлеп құлады. Оның аузынан тек түсініксіз ыңырсыған дыбыстар ғана шығып жатты. Қасым шал бөлменің ортасындағы былғары креслоға баяу жайғасты. Ол баронға жоғарыдан төмен жиіркенішпен қарады. Амансың ба, Бақыт, деді Қасым даусын көтерместен. Үйің жайлы екен. Түрменің ішінде патша болып өмір сүріп жатыр екенсің ғой. Бірақ сенің бұл алтын тағың менің баламның қанымен салынғанын екеуміз де өте жақсы білеміз. Барон жылап жіберді. Ол еңбектеп келіп Қасымның бәтеңкесіне жабысты. Қасым аға, Темір аға, кешіріңізші мені. Мені шайтан азғырды. Мені өлтірмеңізші, жалынамын. Мен барлық ақшамды, бүкіл бизнесімді сізге беремін. Тек жанымды қалдырыңызшы. Қасым оның қолын аяғымен итеріп тастады. Сенің лас ақшаң маған керек емес, Бақыт, маған менің балам керек. Осыдан 10 жыл бұрын сен менің ұлым Мараттың ең жақын досы болдың. Ол саған сенді. Сендерге мәскеулік топтар шабуыл жасағанда ол сені өз денесімен жауып аман алып қалды. Ал сен ше? Сен оларды біздің базамызға кіргізіп, Мараттың қайда жасырынғанын көрсетіп бердің. Олар менің баламды азаптап өлтіргенде, сен солардың үстелінде қанды ақшаны санап отырдың. Қасымның даусы дірілдемеді, бірақ оның сөздерінен шыққан қаһардан бөлменің іші мұздап кеткендей болды. Барон 2 қолымен басын ұстап еңіреп жылады. Ол бұл күнді 10 жыл бойы күткенін, осы үреймен өмір сүргенін білетін. Мені қорқытты, аға. Егер мен оны бермесем, олар менің өзімді өлтіретін еді. Мен қорқақпын, иә, мойындаймын. Бірақ мен оның өлімін қалаған жоқпын. Мен оның тірі қалғанын қаладым. Қасым пальтосының қалтасынан кішкентай ұстараны, лезвиені шығарды. Ұстараның жүзі бөлмедегі жарыққа шағылысып жарқ етті. Барон бұны көргенде құрыс-тырыс болып қатып қалды. Мен сені дәл қазір бауыздай аламын, Бақыт, бірақ бұл саған тым жеңіл жаза болады. Мен сенің өміріңді тозаққа айналдырамын. Мен сенің қара барон деген атағыңды